Саламатсыздар ма? Ата-аналар, оқушылар. Мынау міне бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Бүгінгі сабақты осылай өтіп бүгін түсірдік. Ал тамашалаңыздар. Жасыңдық болсын, апай. Жасыңдық болсын, жасыңдық болсын. Жасыңдық болсын. Ал бір жасқа толды. Жасыңдық болсын. Кел, жалғас, кел. Жасыңдық болсын. Кел, ұйықтама, Алихан. Кел. Көрме? Ендеше мына бір бала кезіндегі өлеңді бәріміз еске алайық. Ақ көгершін, ол қанат құс сен еді, бар кезіп қайт ел үшін, кең дүниенің көлемін. Әділеттің қосы деп, көз алмастан жолынан, бақыт болып қоншы деп, ұшырамын қолымнан. Айтамыз. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағына, қара бұлтты жарып ұш, мұхиттың арғы жағына. Қара бұлтты. Балалар, мен сіздерге жаңа өлеңді не үшін айтып деп ойлайсыңдар? Әділеттің құсы, бейбітшіліктің құсы, яғни ол жақсылықтың жаршысы, жақсы хабарды жеткізетін құс ақ көгершін екен, солай ма? Сондықтан соның қанатынан не байлап жібереді адамдар? Хат байлап жібереді. Біздерге де бүгін не келіп тұр? Балалар, хат келіп тұр екен. Хат келіп тұр екен. Хат деген затты көрдіңдер ме сіздер? Міне хат. Міне хаттың түрлері. Көрдіңдер ме? Міне хаттың түрлері міне. Міне хат. Бүгін осы хатпен жұмыс жасаймыз. Яғни бүгін міне. Менің ойымша деп жазған екен хатта. Себебі деген, мысалы деген, қорыта айтқанда деген сөздер тұр екен хатта. Яғни бізге жіберіпті. Бүгін осы хат бойынша біздер жұмыс жасаймыз. Солай ма? Біз қазір сабақты өтеміз. Сол сабақты менің ойымша деп өзің жазасың. Бүгін соны түсіндім. Себебі мен осылай ойладым. Мысалы, осындай болады өмірде. Қорыта айтқанда мен мынандай түсіндім деген сияқты әңгімені мына жерге 4-5 сөзбен жазасыңдар. Түсінді ме? Бәріңе де хат таратылады қазір. Кісі танисыңдар ма? Бар ма кітапта осы кісінің? Несі бар? Қараңыз. Суреті келген бізге. Хабарлама болып, сообщение болып келген. Қайда? Қай жерге келдік біздер? Қай жерге келдік балалар? Қараңыз. Қай жерге келдік? Наурыз ба? Наурызға емес? Аңғардым. Хат жазуға алғашқы кәдімгідей қамдандым. Қамдандым деген не деген балалар? Дайындалдым деген. Той ма? Дайындалдым деген. Әріпке әріп жалғасты дейді. Яғни әріп, бұрын біз әріпті білдік. Барлық әріпті өттік пе? Өттік. Енді оны жазаламыз ба? Жазаламыз. Соған қамданмадық біз енді. Қалсам мінін анықтайды. Айтыңдар. Мінін деген сөз, не деген сөз? Қатесін деген сияқты, мінін. Келмені үйкеп өшіргім. Қалсам мінін анықтай дейді. Анықтай деген білсем де өшіргім келмейді дейді. Қатесін. Жазғанымды жалықпай, қайта көшірдім. Көріндір ме балалар? Сіздер осында не істейсіңдер? SMS-мен жазамыз, сообщениемен жазамыз, солай ма? Яғни сообщениемен жазамыз. Бірақ сонда да өкінішке орай үлкен кісілерді қате кетіп жатыр. О неге? Себебі жазады да SMS-ті дұрыс сауатты жазып, бірақ басып қалған кезде басқаша ұқсас сөздер кетіп қалады. Оны түсінбей жатыр, кей кезде айтып жатыр. Міне кешірерсіз. Наурыз.
тақырып қандай? Алғашқы хат дейді. Бүгінгі күннің жадын жаздық, тақырыпты жаздық. Енді өлең емес, кәдімгі хат жазамыз. Кімге жазамыз? Ағаларым болса алыста. Сіздер амандасасыздар қазақша. Ассалаумағалейкум деп. Ассалаумағалейкум. Сәлем бердік. Сәлем бердік. Ең бірінші хаттың басында осындай әңгіме тұрады. Аузы жоқ сөйлейді. Ол не? Бүгінгі өткеніміз не? Конечно, хат. Мына хат қазір бұрын почтамен баратын еді. Почтамен. Қой ма? Почтаға саламыз.